Қайырлы күн, бүгін біз математика пәнінен 74-ші сабақта қарастырамыз. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық тәсілмен шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті, ұлы ғалым, қоғам қайраткері. Өрнектің мәнін тауып, Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы аудан қай облыста екендігін тап. Өрнектің мәні 10 миллион болу керек екен. Бірінші өрнектің мәні 10 миллион болды. Ал екінші өрнектің мәні 5 миллион болды. Ендеше Қаныш Имантайұлы Сәтбаев атындағы аудан Павлодар облысында екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Геологтар бір станциядан екі бағытқа жолға шықты. Бірінші топ жеңіл машинамен, екінші топ жүк машинамен жүрді. Сызбаны қара, одан қандай ақпараттарды білуге болады? Есепті шығар. Есептің шарты берілген және сұрағы жоқ. Сызбаға назар аударайық. Яғни бір станциядан екі бағытқа жолға шықты геологтар. Біреуі жеңіл машинамен, екінші топ жүк машинамен шыққан екен. Жеңіл машинаның жылдамдығы 60 км/сағат екен. Жүк машинасының жылдамдығы 40 км/сағат екен. Аралары 300 км болғанда, сол 300 км жолды олар неше сағатта жүріп өткенін табамыз. Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бұл жерде екеуінің алыстау арақашықтығы белгілі 300 км және бірінші көліктің, жеңіл көліктің жылдамдығы сағатына 60 км, жүк көлігінің жылдамдығы сағатына 40 км. Қанша сағаттан кейін олардың арасы 300 км болады дейді. Ол үшін алдымен біз қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін V1-ге V2-ні қосамыз. Яғни 60 км/сағатқа 40 км/сағатты қосамыз, 100 км/сағат болады. Енді уақытты табуымыз керек. Уақытты табу үшін қашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлеміз. Яғни 300 км-ді 100 км/сағатқа бөлеміз, сонда 3 сағат болады. Яғни 3 сағаттан кейін екі машиненің арақашықтығы 300 км болады екен. Есімізге сақтап алайық. Бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған кезде қашықтау жылдамдығы жылдамдықтардың қосындысына тең болады. Яғни V1-ді V2-ге қоссақ, қашықтау жылдамдығы шығады екен. Неше сағаттан кейін автокөліктердің арақашықтығы 300 км-ге тең болатындығын білу үшін осы арақашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлу керек екен. Яғни Т-ны табу үшін S-ті қашықтау жылдамдығына бөледі екенбіз. Бірінен бірі қарама-қарсы екі бағытқа қозғалған нысандардың арақашықтығы қанша болатынын білу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейту керек екен. Яғни S-ті табу үшін қашықтау жылдамдығын Т-ға көбейтуіміз керек екен. Енді екінші есептің әсіне назар аударайық. Сұраққа жауап бер дейді. Әр сағат сайын машинелердің арақашықтығы қанша километрге артады? Соны табуымыз керек. Бұл жерде сұрақтарға жауап беру үшін екінші есептің астындағы мәліметтерді аламыз. Яғни ол жерде қашықтау жылдамдығы сағатына 100 км. Енді бір сағаттағы арақашықтығын табайық. Бір сағаттағы арақашықтықты табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Яғни 100 км/сағатты бір сағатқа көбейтеміз, сонда 100 км болады. Әр сағат сайын машинелердің арақашықтығы 100 км-ге артады екен. Келесі екінші есептің бысына назар аударайық. Кестені екінші А есеп бойынша толтыр. Неше сағаттан кейін машинелердің арақашықтығы 300 км-ге тең болады дейді. Әр сағаттан кейін машинелердің арақашықтығы қанша километрге тең болатынын табу үшін қашықтау жылдамдығын уақытқа көбейтеміз. Бұл жерде қашықтау жылдамдығы 100 км/сағат. Бір сағатты табу үшін 100-ді 1-ге көбейтеміз. Сонда бір сағатта қашықтау жылдамдығы 100 км болады. 2 сағатты табу үшін 100-ді 2-ге көбейтеміз.
200 болады. 3 сағатты табу үшін 100-ді 3-ке көбейтеміз, 300 болады. 4 сағатты табу үшін 100-ді 4-ке көбейтеміз, 400 болады. Енді бізде бұл жерде неше сағаттан кейін машинелердің арақашықтығы 300 километрге тең болады дейді. Яғни 3 сағаттан кейін машиналардың арақашықтығы 300 километрге тең болады екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Өрнектердің мәнін тап дейді. Яғни бірінші өрнекте шақшаның үш орындалады, одан кейін азайту амалы орындалады. Сонда мәні 716.873 болады. Келесі екінші өрнекте бірінші қосу амалы орындалады, одан кейін азайту орындалады, мәні 281.616 болады. Келесі өрнекте бірінші азайту орындалады, одан кейін қосу орындалады, мәні 19.540 болады. Төртінші өрнекте бірінші жақшаның үш орындалады, одан кейін азайту амалы орындалады, мәні 224.693 болады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті оқы, есепті шығарудың неше тәсілі бар, оны шығару тәсілдерін түсіндір дейді. Вокзалдан бір уақытта екі жолаушылар пойызы бірінен бірі қарама-қарсы бағытта жолға шықты. Біріншісі 60 км сағат, ал екіншісі 70 км сағат жылдамдықпен жүрді. 4 сағаттан кейін пойыздардың арасы қандай болады дейді. Енді осы есептің сызбасына және шығару тәсілдеріне қарайық. Бірінші пойыздың жылдамдығы сағатына 60 км, екінші пойыздың жылдамдығы сағатына 70 км. 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы неше болатынын табамыз. Бұл жерде бірінші пойыздың жылдамдығы белгілі, екінші пойыздың жылдамдығы белгілі, уақыт белгілі, тек арақашықтық белгісіз. Енді бірінші тәсілге қарайық. Бірінші пойыздың жылдамдығын уақытына көбейтіп, бірінші пойыз 4 сағатта қанша арақашықтықты жүріп өткенін тауып алыпты. Яғни 60-ты 4-ке көбейтсек, 240 км. Яғни бірінші пойыз 4 сағатта 240 км жол жүріп өткен екен. Екінші 70-ті 4-ке көбейтіп, екінші пойыздың 4 сағатта қанша арақашықтықты жүріп өткенін тапқан. Яғни екінші пойыз 4 сағатта 280 км арақашықтықты жүріп өткен екен. Енді үшінші амалында екі пойыздың жүріп өткен арақашықтығын қосқан, сонда 520 км болған. Яғни екі пойыздың арақашықтығы 4 сағаттан кейін 520 км болған. Енді екінші тәсіліне назар аударайық. Екінші тәсілінде қашықтау жылдамдығын тауып алған. Ол үшін бірінші пойыздың жылдамдығына екінші пойыздың жылдамдығын қосқан, 60-ға 70-ті қосқан, сонда 130 км сағат. Бұл екі пойыздың қашықтау жылдамдығы. Енді осы 130 км сағатты 4 сағатқа көбейтіп, 4 сағаттан кейін олардың арақашықтығы неше болатынын тапқан. Яғни 130-ды 4-ке көбейтсек 520 км. 4 сағаттан кейін екі пойыздардың арақашықтығы 520 км болады екен. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Автобекеттен бір уақытта екі жолаушылар автобусы бірімен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Біріншісі 66 км сағат, екіншісі 59 км сағат жылдамдықпен жүрді. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы қандай болады дейді. Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бірінші автобустың жылдамдығы сағатына 66 км екен. Екінші автобустың жылдамдығы сағатына 59 км екен. 6 сағаттан кейін олардың арасы қанша болатынын табамыз. Ол үшін алдымен қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін V1-ге V2-ні қосамыз. Екі автобустың жылдамдығын қосамыз. 66 км сағатқа 59 км сағатты қоссақ, 125 км сағат болады. Енді 6 сағаттан кейін қанша арақашықтықта болғанын табу үшін осы қашықтау жылдамдығын 6 сағатқа көбейтеміз. Сонда 750 км. 6 сағаттан кейін автобустардың арасы
750 километр болады екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Сызбаға қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Автокөліктердің қашықтау жылдамдығы қандай? Автокөліктердің арасы неше сағаттан кейін 320 километр болады? Бұл жерде автокөліктердің ара қашықтығы белгілі 320 километр. Жедел жәрдем машинасының жылдамдығы сағатына 70 километр екен. Ал өрт сөндіруші машинаның жылдамдығы сағатына 90 километр екен. Уақыт белгісіз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты қашықтау жылдамдығына бөлеміз. Алдымен біз қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Ол үшін V1-ге V2-ні қосамыз. Яғни 70 км сағатқа 90 км сағатты қосамыз. Сонда қашықтау жылдамдығы 160 км сағат болады. Енді 320 км-ді 160 км сағатқа бөліп, уақытты тауып аламыз. Сонда уақытымыз 2 сағат. Яғни 2 сағаттан кейін автокөліктердің арасы 320 км болған екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есептің шартына сұрақ қойып, оны шығар дейді. Екі велосипедші бір-біріне қарама-қарсы кездесу бағытында жолға шықты. Біріншісі 25 км сағат жылдамдықпен, ал екіншісі 17 км сағат жылдамдықпен қозғалды. Бастапқыда екеуінің арасы 84 км болды. Олар неше сағаттан кейін кездесті деп сұрақ қояйық. Алдымен есептің шартын құрып алайық. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы сағатына 25 км екен. Екінші велосипедшінің жылдамдығы сағатына 17 км екен. Ара қашықтық белгілі 84 км. Олардың кездескен уақытын табамыз. Уақытты табу үшін ара қашықтықты жақындау жылдамдығына бөлеміз. Ол үшін алдымен жақындау жылдамдығын тауып аламыз. Жақындау жылдамдығын табу үшін V1-ге V2-ні қосамыз. Яғни 25 км сағатқа 17 км сағатты қосамыз, 42 км сағат болады. Енді 84 км-ді жақындау жылдамдығына бөлеміз. 42 км сағатқа. Сонда 2 сағат болады. Яғни 2 велосипедші 2 сағаттан кейін кездескен екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. Бір қатарда 3 адам шыншыл, өтірікші және қу тұр. Шыншыл әрқашан тек шындықты айтады. Өтірікші әрқашан тек өтірік айтады. Ал қу өтірікті де шындықты да айтуы мүмкін. Біріншіден, сенің қасыңда кім тұр деп сұрайды. Ол шыншыл деп жауап береді. Екіншіден, сен кімсің деп сұрағанда, ол қумын деп жауап береді. Үшіншісіне мынадай сұрақ қояды. Сенің қасыңда кім тұр? Ол өтірікші тұр деп жауап береді. Ортасында кім тұр? Яғни бірінші қу, екінші өтірікші, үшінші шыншыл тұр екен. Себебі біріншіден сенің қасыңда кім тұр деп сұраған кезде ол шыншыл деп жауап берді. Екіншіден сен кімсің деп сұрағанда ол қумын деп жауап берді. Өйткені қу шыншылдықты да айтады, өтірікті де айтады. Үшіншісіне мынадай сұрақ қойғанда сенің қасында кім тұр дегенде ол өтірікші тұр деп жауап берді. Яғни шыншыл үшінші тұрған ол дұрыс жауап берді. Өйткені ол өтірік айтпайды. Сондықтан екінші тұрған оның қасында өтірікші екен, ал бірінші тұрған қу екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Есепті шығар. Екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы екі автокөлік шықты. Біріншісінің жылдамдығы 60 км сағат, екіншісінікі 70 км сағат. Егер екеуі 2 сағаттан кейін кездесетін болса, олардың әрқайсысы қанша километр жол жүрді? Қалалардың арасы қандай болған? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бірінші автокөліктің жылдамдығы белгілі 60 км сағат, екінші автокөліктің жылдамдығы белгілі 70 км сағат, 2 сағат уақыт белгілі, олардың әрқайсысы қанша километр жол жүргенін табамыз, және қалалардың арасы қанша екенін табамыз. Ол үшін алдымен бірінші автокөлік қанша жол жүргенін табу үшін 60 км сағатқа 2 сағатты көбейтеміз, 120 км.
яғни бірінші автокөлік 120 км жол жүрген екен. Енді екінші автокөліктің қанша жол жүргенін табу үшін 70 км сағатты 2 сағатқа көбейтеміз, 140 км болады. Енді қалалардың арасын табу үшін бірінші автокөліктің жүрген жолына екінші автокөліктің жүрген жолын қосамыз. Яғни 120 км-ге 140 км-ді қосамыз, 260 км. Бірінші көлік 120 км жүріпті, екінші көлік 140 км жол жүрген екен, ал қалалардың арасы 260 км екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп тұратын болады.